Бүгін 3 май, сағат 9, мен Минскті. Бүгін Барановичи яқларына кетем. Әлі Минск қара берем. Обменный пункт алуға керек. Шундан башлана яңа сәфәр Беларусь республика бойынша. Мен жаңа ғана Столбцы поселогын өттім. Қазір Мир поселогына барам. Енді Мир поселогына барып жеттім. Башыстында Жем. Бигерәк тә істейм бүген. Шул замокны күрер өчен бүген 20 километр чаптырдым иссидә. Янып пешеп. Bu zamakның ішкі яғы yurtты десең олайны. Мына іште гостиница да бар, сәхне де бар. Бүгін 4 май, сағат 10 толып келе. Мен бүгін менә мынандай ләкке генә урманда түн үткәрдем. Хәзер Несвежга китәм. Сағат 1:30. Мен 20 километр үттем дә Несвежга барып та җиттем. Ужымында 20 минут алашы берем. Наявынсы ратуша була. Bu Busaki ağlı otelde Düzce'de sürülgen. Bugün 5 may, saat 10 kuzgalam Barановичи якларына. Әлі менә басуда
палатка қойып ұйықтадым. Кейін жел көтеріліп кетті. Әзірәк суығырақта бүгін шікілді. Сағат 4:30. Слоним шаһарына келіп жеттім. Бұл католический храм бір. Мен мында өзім бармадым. Электричка белән бардым. 1 сағат ярым. Жел бүгін қоршаға. Шоң әзірәк вақытны қысқартырға болдым электричка белән барып. Ана көпне май қызғанлар шыға. Бүгін 6 май, сағат 10 ерте. Қазір енді қозғалам Ружаны яқларына. Міне шондай ғына матур ғына орын болды. Сағат 12 толып келе. Мен Ружаныға барып та жеттім. Міне Троицкий костел. Әлі мен Ружанының замок Сапегов деген орында. Нәрсе қолғайында барым. Сағат 4:30 енді. Мен Косовоға барып жеттім. Міне мында шундай замок бар. Мында ерақта көл бар. Бәләкәй генә бер матур ағаш үй. Әлі мен Хаман Косовода. Міне бір матур костел топты мында. 1877 жылдағы түзілген. Сағат 6 толды. Мен Ивасевичаға барып жеттім. Міне менің ортымда матутып шешке отаққа штан. Мында гостиница барып текшерейм. Вокзалына барып текшерейм. Бүгін 7 май. Менің планлар кенет үзгәріп кетті. Вокзалға келгеш Москваға билет болғаш, кенет кенә Москваға қайтырға болдым. Жетер инде. Шулай итеп инде минем Калининград өлкәсендә 500 километрга 100 километр җитмән. Белоруссиядә 4 көнгә көндә 70 километр үтәйм. 5 кушып санасаң 800 километр була инде. Шулай итеп бүген Уфага билет алырга булдым. Кайтырга.
Мына мен поездда кетіп барам. Мен бірінші тапқыр купейный вагон жерде. Түркі велосипедini қойырға. Мында вообще бір орында жоқ. Тереңдігі жоқ негедір мында. Шуңа көрі велосипедini екінші полкаға қойдым. Кіші болмас пока, может.